Қарыздан қалай құтыламын, табысты қалай арттырамын деген тақырыпты қозғағым келіп отыр. Енді бұл жерде негізі біз бірінші сабақта программаның қайдан пайда болатынын, осындай жаңа қарызға кіре беру қайдан пайда болатынын жалпы түсіндік. Енді бұл жерде қайтадан сол жаңа балалық шаққа барайық. Балалық шақта әке шешенің ақшаға қатысты убеждениесі қалай болды, соны еске түсірейік. Әке шешеміз мәселелерді сол кезде қалай шешті, ақшаға қатысты мәселелерді қалай шешті. Біздің балалық шағымызда шай ішіп отырған кезде ақшаға қатысты қандай әңгімелер айтылды, немесе сіз ата-анаңыздан ақша сұраған кезде ақшаға қатысты не айтты сізге? Міне осы программа. Ақшаға қатысты жаңағы программа осы жерден бастау алды. Яғни сіздің ойыңызша ақша деген не? Сіздің ойыңызша, мысалға, ақша деген қолдың кірі, біздің үлкендер көп айтады. Ақша деген жаңағы судай ағып кетеді. Тағы қандай убеждениелер? Ақша деген жаңағы ақша деген жаман, ақша болған жерде жаңағы ұрыс-керіс болады, ақша болған жерде айқай шу болады деген секілді, мысалға да. Тағы қандай убеждениелер біздің балалық шақтан, осылардың барлығы бізге бағанағы айтқандай қызмет етіп келе жатыр осы уақытқа дейін. Сіз енді өзіңізден сұрап көріңізші, сіздің ақша туралы ойыңыз қандай? Ақша туралы менің ойым қандай деп өзіңізден сұрайтын болсаңыз, және көзіңізді жұмып сұрайтын болсаңыз, сізге шығатын бірінші жауап. Яғни көп жағдайда жаңағы біздің айтқан убеждениелер келеді. Көп жағдайда осылар келеді. Яғни бұл ақша деген, мысалға да, не дейді? Немеді? Қарызға кіріп алсаң да әйтеуір ақша келеді, шетінен құтыла бересің. Мысалға, мен алысқа бармай-ақ, менің мамаларымның қазіргі таңда, ақша туралы мынандай ойларын естіп қалдым. Мынандай дейді, мысалға, лучше кредитке алып, талай жұмысты бітіріп алған жақсы. Әйтпесе ақша жаңа көзге көрінбей кетіп қалады дейді. Бұл біздің ата-аналарымыздың көбісінің көзқарасы қазір осындай. Олардың жаңа пенсия алып отырса да, олар жаңа зарплата алып отырса да, лучше кредитпен жаңағы шаруаларын бітіреді. Нақты ақшамен шаруаны бітіру ол оңай емес деген шешім бар да. Енді осы шешім оларға қызмет етіп жатыр. Рас па? Рас. Олар қолдарына көп ақша түсіп қалған жағдайдың өзінде де, ол ақшаны жаңағы крупный бір нәрсені алып тастағаннан да, лучше кредитке алып, ай сайын төлеп отырған выгодно деп есептейді, тиімді деп есептейді. И сосын олар қарыздан қалай құтыламыз десе де, олар құтыла алмайды. Өйткені олардың түп санасында қарызға қатысты выгода, тиімді нәрсе бар. Яғни тиімді қарыздың өзін тиімді санап алған мида программа бар. Яғни қарыз оларға қалай тиімді болып тұр? Өйткені олар ай сайын жаңа аз-аздан төлеп крупный нәрселерге қол жеткізе аламын деген нәрсе бар. Көрдіңіз? Яғни қарыз алу тиімді болып тұр ма? Тиімді болып тұр. Дәл сол секілді сіздің де тоже, егер де үнемі қарызға кіріп кете беретін болсаңыз, үнемі қарызды толық жауып тастасаңыз, қайта кіріп ала беретін болсаңыз, яғни қарызға қатысты миыңызда, түп санаңызда тиімді деген нәрсе бар. Қарыздың миыңыз қарызды тиімді көріп тұр деген нәрсе бар. Яғни сіздің миыңыз қандай қарызды не себепті тиімді көріп тұр? Осы нәрсені табу керек болады. Не себепті сіздің миыңыз қарызды жаңағы қарызға кіре беруден пайдалы деп санап тұр? Енді соны табу үшін сіз өзіңізге мынадай сұрақ қойыңыз. Мен қарызымды түгел жауып тастасам, не нәрсе қорқынышты нәрсе болуы мүмкін? Ең қорқынышты не нәрсе болуы мүмкін? Мен егер қарыздарымды түгел жауып тастасам, ең қорқынышты не нәрсе болуы мүмкін деген секілді. Яғни осы сұрақты қоятын болсаңыз, мен мысалы бұл сұрақты кез келген адамға қоямын да, маған осы қарызға қатысты мысалы жазғанда, не только қарыз, жалпы көп нәрсеге қатысты жазған кезінде, олардың көбісі мынандай жауап айтады да, қайта керісінше жақсы болады ғой, ештеңе қорқыныш болмайды, қайта жақсы болады деп айтады да. Осы жақсы болады деген нәрсенің барлығы негізінде сананың жауабы. Мен айтамын ғой, сана 5% бізде, ал түп сана 95%. 95% түп сана бізді басқарып тұр. Біз 5% санамен қарыздан құтылғымыз келеді. 5% санамен, ойбай, ай сайын осыған ақша төлеп отырған қиын ай тегі, осыдан қашан құтыламын деп 5% ойланамыз да, осыдан құтылғымыз келеді. Бірақ біз неге құтыла алмаймыз? Біздің 95% түп санамызда қарызға кіру тиімді деген не тұр?
ой тұр. Қарызға кіру тиімді деген не тұр? Ой ма, не деп айтамын? Выгода тұр, орысша айтқан кезде. Иә? Тиімді, не деп айтады? В общем, тиімді нәрсе тұр да, түп санамызда. И одан кейін ол бізді қарызға кіруімізге үнемі мүмкіншілік жасап отырады. И бізге үнемі жаңағы ойымызға келіп отырады. Лучше қарызға ала салайын да, лучше жаңағы бөліп төлей салатын қала салайын да, лучше жаңағы редко ала салайын да деген секілді. Көрдіңіз бе, бұл осы жаңағы миымызда тұрған выгода. Қарызға кіру тиімді деген ой. Көрдіңіз бе? Енді сол жаңағы сұрақты қайтадан қоясыз. Сіз сол сұрақты қойған кезде сіздің санаңыздан шығатын сұрақ ол уже жұмыс жасай алмайды. Өйткені мынау 5-ақ%, ал мынау 95% болып тұр. Сондықтан да сіз оны түп санадан сұрайсыз. Түп сана негізінде сізге ұнамайтын жауапты береді. Бірақ сіз үнемі ұнамайтын жауап сізге келіп тұрады. Байқайсыз ба? Сізге ұнамайтын жауап келіп тұрады. Сізге ол ұнамайтыны себебі ол сізге невыгодный жауап келіп тұрады да. Сіз сосын соны үнемі жаңағыдай бүйтіп итере саласыз оны. Жаңағы мимо уши дейді ғой, сізге келіп тұрған жауапты бүйтіп қағып жіберген секілді жібере саласыз. Бірақ сол жауап дұрыс жауап. Егер сол түп санадағы жауапты таба алсаңыз, уже жұмыстың жартысы жасалды деген сөз. Түп санадағы сол неге қатысты жауапты тапқаннан кейін, жаңа қарызға қатысты. Яғни мысалға да іздеп көрейік. Мысалға сізден мынандай нәрсе шығады. Жаңағы мен мысал келтіргендей, менде нақты ақша бола бермейді. Лучше қарызға алғаным жақсы деген мысалға да жауап шығуы мүмкін. Немесе мен крупный ақшаға өзіме қимаймын. Лучше қарызға алып, бөліп төлеген маған выгодно деген. Яғни осындай секілді нәрселер тұрады сіздің миыңызда, и сіз соны алып, соны өзгерту керексіз да. Вот осы программаны өзгерткен кезде ғана сіз уже сол программа кәдімгідей сізге нақты өзгеріп уже орналасқан кезде түп санаға, и сіз келесі жолы уже дәл сондай ситуацияға қайтадан келіп жатқан кезіңізде сіздің жаңағы автоматически қарызға ала салайықшы, бөліп төлей саламыз деген нәрсе емес. Бағана айтқандай, мен қазір ақшам жете ме оған деген нәрсе шығады да уже сізде ше. Так, мен қалтамда қазір қанша теңге бар деген секілді. Немесе мен осы айдағы ақшам зарплатам жете ме мынаған деген секілді. Көрдіңіз, осы сөз, осы ойдың өзі сізде уже қарызға кіру емес. Менің ақшам жетсе алам, менің ақшам жетпесе алмайым деген нәрсе келіп тұр. Яғни сізді бұдан кейін бұл қарызға кіргізбейді. Көрдіңіз ба? Біз негізі маркетингтерде тура сондай ғой. Мына әлемде қазір бүткіл жаңағы внимание адамдардың назарын ұрлау. Бүткіл жаңағы олардың вниманиянын соған қойып жатыр. Адамның назарын аулау. Біздің назарымызды аулау арқылы бізді маркетингке сындыру. Өздерінің маркетингтеріне сындыру. Яғни бізге эмоцияны береді. Біз мына эмоция қарызға кіріп кетеміз. Шамамыз келмейтін 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион сондай нәрселерге қарызға кіріп кетеміз. Біз өйткені эмоциясын сыйлап қойды. Эмоция сыйлап қойғаннан кейін біз эмоцияны алып, анан уже алғың келіп тұрады. Уже эмоцияны уже беріп қойды олар, и сіз уже алғыңыз келіп тұрады. Жарайды деп кіріп кетесіз да. Ал енді сол жаңағы нәрсе қарызға қатысты, сізде жаңағыдай программа болатын болса, мен жаңағы ақшам жете ме бұған? Мен қазір ала алатындай мүмкіншілігім бар ма? Немесе жоқ, мен 2 миллионға мысалы қазір ала алмаймын деген секілді, 1 миллионға қазір ала алмаймын, менде ондай ақша жоқ деген секілді. Уже сізге олар рассрочканы айтып жата ма, сізге олар ретті айтып жата ма, айтып жатса да, сіздің миыңыз олар қабылдамайды. Жоқ, мен ондай нем жоқ қазір, ақшам жоқ ондай. Сәті түседі, сол кезде алам деген секілді уже сондай шешім болады да сізде. Көрдіңіз бе? Осындай шешім арқылы сіз уже одан кейін қарызға кірмейсіз. Көрдіңіз бе? Сондықтан да қарыздан вообще құтылудың жолы, ризықты арттырудың жолы, бірінші қарыздан жаңа құтылудың жолын қарастырайық және ризықты арттырайық. Яғни біз қарызға не үшін кіретімізді түсіндік. Енді қарыздан қалай құтыламыз? Қарыздан құтылу үшін сіз ең бірінші жаңа программаны тауып аласыз. Түп санаңызда неге сіз қарызға кіре бересіз, соның выгодасын соны тапқаннан кейін соны ауыстырып, сол программаны ауыстыру арқылы осылайдан қарыздан құтыласыз. Бұл біріншіден. Екіншіден, жаңа табысты қалай арттырамын? Енді табысты арттыру үшін біз жаңағы Алла тағалаға не істейміз? Осы жерде уже Алла тағалаға Алланы қалай көреміз?
Аллахты қалай көреміз, соған тікелей қатысты. Аллахты жомарт көреміз ба? Аллахты жаңағы байытушы, Аллахты беруші, Аллахты жаңағы не деймін, мені жақсы көретін, мен Аллахтың сүйікті пендесімін деген секілді біз Аллахты қалай көреміз, біз өзімізді соған дайындаймыз. Сол Аллахты қалай көрген кезде, Аллахты жаңағы жомарт екені, бағанағындай мен бірінші сабақта айтып кеттім ғой, жаңағы жақсы отбасыда өскен қыз қандай болады, жағдайы төмен отбасыда өскен қыздың состояниесі қандай болады деген. Вот осы жақсы отбасында өскен қыз секілді сіз уже Аллахтың беретініне мол сенімді болуыңыз керек. Аллахтың беретініне мол сенімді болған кезде Алла тағала өзі реттеп қояды, көркем түрде өзі реттеп қояды. Көрдіңіз бе? Сондықтан да осындай жаңағы жұмыстар жасалған кезде иншалла сізде уже барлығы реттелетін болады. Енді мен сізге келесі сабақта тағы да жаңағы күшті бір сабақты бөліскелі отырмын. Келесі сабақты да міндетті түрде қараңыз.